Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный рогалики жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, дәмді шығады. Енді рогаликімізді жасауға кірісейік. Бізге сүзбе қажет. Дүкендікін қолдансаңыздар да болады. Мен қолдың сүзбесін қолдандым. Сүзбемен қантты жақсылап езіп араластыратын боламыз. Вилканың көмегімен немесе осылай блендердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, бөлме температурасындағы сары майымызды араластыратын боламыз. Біркелкі массада араластырамыз. Сүзбеңіз қаншалықты құрғақ болса, соншалықты ұн да аз мөлшерде кететін болады. Сүзбеңіз мейлінше құрғақ болғаны дұрыс. Ұнымызды аз-аздан салып, қопсытқышымызды саламыз. Кейін осылайша електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Неге осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Осылайша қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Кейіннен ұн сеуіп, қамырымызға азырақ ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 2-3 мм болуы қажет. Салмасына қант себеміз. Қант немесе кокосовый стружки, езілген жаңғақ, қалауыңызша сепсеңіз болады. Және де осылай рогаликімізді формаға бөлетін боламыз. Осы рецепттен 24 штук рогалики шыққан болатын, және де осылайша формаға келтіріп барлығын орайтын боламыз. Барлығын орап болған соң, пешімізді, духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Пергамент төселген табамызға рогаликилерімізді орналастырып, 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінеки рогаликилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Егер де менің каналыма тіркелген болсаңыз, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін.